Біз бүгін екі формуланың шығарылуын көрсетейік. Ол синус альфа қосылған бетта, синус альфа қосылған бетта, және дәл сол формуланың косинус тұрады. Яғни косинус альфа қосылған бетта. Немесе айырма болуы мүмкін. Плюс немесе минус. Яғни косинус альфа қосылған немесе азайтылған бетта. Қасыра жазып қояйын. Осы екі формуланы шығарамыз. Енді ол үшін бізге әрине синус косинус деген не түсінік енгізу керек. Синусты қайталайық. Синус дегеніміз кез келген бұрыштың синусы сол бұрышқа қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Ал косинус деген сөз, мына бұрыш қандай бұрыш таңдасаңыз, сол бұрышқа көрші іргелесе жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Синус ол қарсы бөлу гипотенуза, косинус ол көрші бөлу гипотенуза. Осы нәрсені қайталайық, және мына үш тікбұрышты қарастырайық. Міне АБЦ үшбұрышы, АБЦ. Міне. Ол тікбұрышты үшбұрыш, мына жерде 90 градус, және бізде бетта бұрышы мына жерде берілген. БЕЦ үшбұрышы, мына үшбұрыш, БЕЦ. Ол ЕЦ АД-ға параллель, сондықтан бұл да 90 градус, АЦД, міне АЦД 90 градус, мына 90 градус, мына жерде бізде альфа бұрышы берілген. Енді қараңыз, мына ЕЦ мен АД параллель болғандықтан, мына Z бұрыш пайда болды, Z әрпін көріп тұрсыз ба? Бұл ішкі айқыш бұрыштар деп болады, Мына альфа мен мына альфа бір-біріне тең болады. Екі параллель, кез келген екі параллельді бұлай бір түзумен қисаңыз, Z әрпін көріп тұрсыз, міне Z әрпі. Осының ішіндегі мына бұрыштар бір-біріне тең болады. Мына альфа болса, мына альфа. Бізде сондай жағдай. Мына альфа болғандықтан, ол альфа. Енді мына үш бұрыш, мына АБЦ, ол да 90 градус үш бұрыш, мына 90 ғой. Сондықтан мына қалған жері, мына жері альфа болса, мына қалған жері 90 минус альфа болады. Мына жері 90 минус альфа. Жақсы, мына жері 90 минус альфа, мынау 90 болса, мына БЕЦ үш бұрышы, кез келген үш бұрыштың үш бұрышын қосындысы 180 ғой. Кез келген үш бұрыштың ішінде жатқан үш бұрышты қоссақ, кез келген үш бұрышы 180 болу керек. Енді мына үш бұрыштың үшеуінің қосындысы 180 болу үшін, мына 90, мына 90 минус альфа. Екеуін қосыңызшы, 90-ға 90 180. 180 минус альфа шығады, онда мына альфа болу керек. Неге альфа болу керек? Себебі 180 минус альфаға альфа қосқанда ғана 180 болады. Мына альфа болу керек. Енді осы үш бұрышын синус косинустарын шығарып алайық. АБЦ үшбұрышына қараңыз. АБЦ үшбұрышының бұрышы ол бетта бұрышы. Сондықтан онда синус бетта деген түсінік. Синус бетта деген түсінік АБЦ үшбұрыш үшін. Синус деген сол беттаға қарсы жатқан катет BC бөлінген гипотенуза АБ. BC бөлінген АБ. Ал косинус бетта дәл осы үшбұрыш үшін. Ол бетта ол көрші, косинус ол көрші, беттаға көрші ол АЦ бөлінген АБ. АЦ наға сыйдырып жүрдік бөлінген АБ. Енді БЕЦ үшбұрышы, ең кішкентай тікбұрышты үшбұрыш. Бұда альфа бұрыш бар. Синус альфа дегеніміз, синус ол альфаға қарсы, сол альфаға қарсы жатқан катет ЕЦ бөлінген БЦ. ЕЦ бөлінген БЦ. Және косинус альфа. Синусын бердік, косинусын табайық. Осы БЕЦ үшбұрышындағы косинус альфаны қараңыз. Косинус деген сөз альфаға көрші. Альфаға көрші олына БЕ бөлінген БЦ. БЕ бөлінген БЦ. Соңғы үшбұрыш АЦД үшбұрышы. АЦД үшбұрышында альфаға қарсы ол СД, сондықтан синус болады. Синус альфа бұрышы болады СД бөлінген гипотенузасы АЦ. Және косинусы, дәл осы АЦД үшбұрышының косинусы альфаға көрші жатқан катет ол АД, міне АЦД үшбұрышындағы альфаға көрші жатқан катет АД бөлінген АЦ. АД бөлінген АЦ. Міне осы түсініктерді реттеп алғаннан кейін, мына үшбұрыштарға мына түсініктерді реттеп алғаннан кейін синус мен косинустар. Біз мына бастапқы ізделінді затқа көшейік. Синус альфа қосылған бетта. Енді мына альфа қосылған бетта деген бұрыш қай жерде? Бұл міне альфа, міне бетта, міне жасыл штрихпен көрсетіп тұр ғой, мына бұрыш альфа қосылған бетта бізде. Альфа қосылған бетта мына бұрыш. Осы бұрыш бізде АБФ үшбұрышынан, үшбұрыш АБФ-та тұр. Бұл синус дегеніміз біз білеміз, осы бұрышқа, осы үшбұрыштағы қарсы катет, альфа плюс бетта бұрышына қарсы катет, ол бізде БФ. БФ көріп тұрсыздар, АБФ үшбұрышындағы альфа қосылған бетта бұрышына қарсы катет, ол БФ. Олай болса БФ-ті мен бөлемін
Осы үшбұрыштың гипотенузасы әрине ол АБ-ға. Енді ары қарай, мынау BF бізде мынау BE мен CD-ның қосындысы не? BE, EF, бірақ EF пен бізде CD тең болғандықтан, онда мен B-дан бастап F-қа дейін қашықты мен BE қосу CD деп жазыламын. Сондықтан мен BF-тің орнына BE қосылған CD деп жазам. BE қосылған CD. Енді біз мына бөлшекті алымына қарап екі бөлшекке бөліп тастайық. BE бөлу AB бір бөлек, және CD бөлу AB бір бөлек. Осыны екі бөлшекке бөліп тастайық. Сол кезде бізде шығады BE бөлінген AB және CD бөлінген AB. Енді қалай істейміз? Енді BE бөлінген AB, міне BE деген мына жер, AB деген мынау. Біз бұл бөлшекті былай көрсетейік. BE бөлінген AB-ны біз былай көрсетейік. BE бөлінген BC, BE бөлінген BC, көбейтілген BC бөлінген AB деп. BC-ны қайдан алдым? BC мына BE катеті бар үшбұрыштың гипотенузасы, мына жер BC. Енді мынау затпен, мына соңғы жазылған затпен мынау бірдей. Неге бірдей? Өйткені қазір BC мен BC-ны қысқартсаңыз, расында BC мен BC-ны қысқартсаңыз, онда BE бөлу AB қайтып қала береді, мына шыға береді. Сондықтан біз бірдей бір теңдік шығардық. Ары қарай жалғастырсақ, ары қарай бізде мынау CD бөлінген AB-ға қарайық. CD бөлінген AB. Біз бұны бұраға не енгізе аламыз? Бұраға CD-ның мына гипотенузасын енгізейік, AC-ны енгізейік. Яғни CD бөлінген AC көбейтілген AC бөлінген AB дейік. Сол кезде де егер біз мынау AC-ларын қысқартатын болсақ, онда CD бөлу AB шыға береді бізде. Мына нәрсе, міне мынау бірдей шыға береді. Енді қараңыз. Міне мына нәрсе, ол мына көбейтіндіге тең, себебі AC-ларын қысқартып жібердік, арасында да солай болады. Енді біз бұдан не ұттық? BE бөлу BC деген не бізде? BE бөлу BC, мынарда бізде BE бөлу BC бар ма? Міне тұр. BE бөлу BC деген ол косинус альфа. Мынау BE бөлу BC, ең бірінші бөлшек, ол бізде косинус альфа. Жазайық, ол бізде косинус альфа. Ал BC бөлу AB, ол бізде синус бета. Біз оны басына анықтап алдық. Қосу, мынау жазылды, қосу. CD бөлу AC бізде синус альфа. Және мынау шықты. Және AC бөлу AB бізде косинус бета. Міне. Ол косинус бета. Сонда бізде косинус альфа синус альфа косинус бета. Немесе мынаны бірінші жазуға болады. Қосылғыштарын орналастырамын, қосылғының мәні өзгермейді бәрібір. Мынаны бірінші жазсақ, синус альфа косинус бета. Қосу, мынаны екінші орынға жазайық. Косинус альфа синус бета. Бізде не шықты? Бізде синус альфа қосу бетаның формуласы шықты. Синус альфа косинус бета, косинус альфа синус бета. Сізге тағы да бір оңай еске сақтау үшін мынандай бір жасау болады. Синус деген мысалы, сенің косинус деген сенің костюмың. Бұл сізге еске сақтау оңай болсын. Сенің костюмың қосылған косинус. Ол не? Ол костюм. Және синус деген сенің. Яғни сізге жай есте сақтау, бір математикадан тыс салыстырмалы түрде есте сақтау оңай болу үшін, сенің костюмың қосылған костюм сенің деген сияқты. Сен костюм сен. Яғни синус косинус, косинус синус. Яғни синус альфа қосылған бета бізде не болды? Синус альфа қосылған бета бізде синус альфа косинус бета сенің костюмың қосылған косинус альфа синус бета костюмың сенікі деген сияқты. Бұл есте сақтауға оңай болу үшін ғана әрине. Жақсы. Енді бұл үшбұрыштардан косинус альфа плюс бета шығаруға болады. Әрине косинус альфа плюс бетаны да шығаруға болады. Қалай шығарамыз косинус альфа плюс бета? Басын бастап берейін сіздерге. Жазайық, косинус альфа плюс бета. Жазайық, косинус альфа плюс бета. Косинус альфа плюс бета. Ол да бізде мына альфа плюс бета, ол мына ABF үшбұрыштан алынады. Косинус деген осы альфа плюс бета көрші катет, мынау AF бөлінген гипотенуза AB.
Енді біз AF-ті қалай жазамыз? AF деген сөз ол AD-дан FD-ны азайту. Ал FD мен мынарда EC тең, сондықтан мен AD азайту EC деп жазайын. AD азайту EC деп жазайын. Бөлінген AB. Ары қарай мынаны екі бөлшекке ажыратайық алымына қарап. Яғни AD бөлу AB бір бөлек, EC бөлу AB бір бөлек. Сол кезде бізде AD бөлінген AB шығады. Азайтылған EC бөлінген AB. Енді AD бөлінген AB деген не? AD, AB ортасына AC-ны қосайық. Яғни AD бөлінген AC көбейту AC бөлінген AB деп. AC-ларын қысқартсақ, біз арасында AD бөлінген AB шығарамыз, иә? Енді ары EC бөлу AB, EC бөлу AB, EC-ның гипотенузасы BC-ны қосайық. EC бөлінген BC көбейтілген BC бөлінген AB. Міне, BC-ларын қысқартсақ, EC бөлу AB шығып тұр. Енді жоғарыдан қараңыз, сізде AD бөлу AC неге тең? AD бөлу AC ол косинус альфаға тең. Косинус альфаға тең. Көбейту мынау алынды. AC бөлу AB, AC бөлу AB біз алдық міне косинус бетті ол. Косинус бетті. Ортада минус тұр. Минус. EC бөлу BC деген бізде міне синус альфа. Синус альфа. Және BC бөлінген AB бізде қайда ол не синус бетті ең бірінші тұр. Сол кезде бізде косинустардың формуласы шықты. Мен тіпті соңына дейін шығарып бердім. Яғни косинус альфа плюс бетта деген косинус альфа косинус бетта минус синус альфа синус бетта. Әуелі екі косинус, сосын екі синус. Косинус косинус плюс болса, нара минус болады. Синус синус. Осы бізде косинус альфа плюс бетта және синус альфа плюс бетта формуланың шығарылуы. Мұқият болыңыз, нарда синустарда минус болса, ортада онда мынарда да минус болады. Плюс болса плюс, минус болса минус. Ал косинустарда плюс болғанда минус болса, демек ортада минус болса плюс болады. Онда шығару жолы осыдан түсінікті тауып алуға болады. Иә? Осы бізде мына екі қосындының айырманың синусы мен косинусын шығару формулалары.